Сәлем достар, сіздермен бірге менің маған лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бұл сериямыздың аты жатақхана деп аталады. Ендеше бастайық. Әйгерім, осы жатақханаға жаңа қыз келеді екен ғой? Иә, келеді. Ескертті ғой. Сол келген шығар, есікті ақылдатып жатыр біреу. Осы шығар, осы жатақхана шығар. Атасын айтқан. Қазір. Бұл кім? Мен жатақханаға келбедім. Сен бе, кіре бер. Сәлем. Бұл кім екен? Мен ғой жатақханаға келген. Заттарыңды мына жерге орналастырасың. Қазір тамақтанып отырып, танысып кетейік. Иә. Болды. Тамақтанайық. Қазір мен таңғы ас жасайын. Бүгінгі жұмыртқа жасайықшы. Рахмет, қыздар. Оқасы жоқ. Кеттік. Жейік. Енді өзіңді таныстыра кет. Менің атым Айзере, жасым 17-де. Ал біз кеше таныстып қойдық. Жарайды, мен де айта кетейін. Менің атым Әйгерім, жасым 19-да. Мен де өзімді таныстырайын. Менің атым Гүлім, жасым 18-де. Қыздар аттарында әдемі екен, енді жеп отырайық. Өте тәтті болыпты. Иә. Керемет. Иә, өте дәмді болыпты. Сен әлі жеген де жоқсың ғой, қазір жеп көрем. Болды, дәмді екен. Біз онда тойдық. Мен онда кете берейін. Иә. Тоқта, сен менің кеше кезегім болды. Енді сен бүгін ыдыстарды жууың керексің ғой. Видео түсірейін деп едім. Мүмкін Айзере жуа салар. Ол бүгін ғана келді ғой. Ой, жарайды. Бәсе. Жинап кет. Бір ойнай қояйын десең осы ғой. Әрең жинап кеттім ғой. Сен волейбол ойнай аласың ба? Иә, ойнай аламын. Кел ойнайық. Жақсы. Сендер маған айтпай ойнап жатсыңдар ғой. Қойындаршы болды, мен сендерге ренжідім. Маған тірлік тауып беріп өздері ойнап отқанын қарасаңшы. Енді ол жатақханадан кетіп қалса не болады? Ой, қойш. Қазір ұмытып та қалады барлығын. Жарайды. Мен бірақ не істеп отырсын? Көріп тұрсын ғой, кітап оқып отырмын. Маған ертегі ұнамайды. Ертегі оқып отырмын. Маған ертегі ұнамайды. Неге? Маған атам мен әжем кішкентайымнан ертегі оқып беретін. Оның себебін айтпай-ақ қояйын. Жарайды, өзің біл. Бірақ маған ұнайды. Енді не істеймін? Біреуі ренжиді, біреуі кітап оқып жатыр. Осы жатақханаға келгенде
олармен қызықты бола ма десем, менікі дұрыс болды ма, қате болды ма, мүмкін олардан кешірім сұрайын. Тамақ жасап берейін, солай дұрыс болады. Қуантсам қуантайын. Кімнің шкафтары, киімдері дегендер. Вау, мына блокнот күшті екен. Мен сурет салатын. Мүмкін осыған сурет салып, бұрынғы ауылды еске түсірейін. Кеттім. Вау, өте әдемі шықты. Қазір оларға көрсетейін. Қуанып қалсын. Оқып болдым, енді салып қояйын сөмкеме. Тоқта. Менің блокнотым қайда? Үш жерде тұр еді ғой. Біреу алуы мүмкін, мен оған көрсетем қазір. Кейбіреудің затын рұқсат салады, қазір сөйлесем онымен. Айзере! Не болды? Сен неге біреудің затын рұқсат саласың? Бұл блокнот менікі ғой. Мен білмедім, кешірші сенікі екенін. Енді кешірім сұрап тұрсың ба? Осы заттардың бәрін алып бересің енді маған, түсіндің бе? Оған не істеп қойдым, мен білмедім ғой. Бұрынғы ауылда жүргенім жақсы еді, достарым да көп. Қазір мен оған көрсетем, бұл заттың тескен қандай болады. Осы ма? Бүкіл заттарын шашып тастайын. Өстіп төгіп тастайын жерге. Потом істеп тастайын. И все. Блокнотын салып қойын. Жап-жаңылған блокнотын еді өзі. Енді көрсін біреудің затына түскен қандай болатынын. Енді қыздар қуанып қалатын болды ғой. Сумкама салып қойын, естелік болсын. Неге мен заттарымды шашып кеткен? Бұлардың бәріне жаңа зат қалдым ғой. Той. Ауылға қайтқым келіп тұр. Ата-анамен сөйлесу керек маған. Әрең жинап біттім ғой. Жыртылып қалмаса болар еді. Бұны да достарыма естелікке қалдырып кетейін бұны. Ол әдейі жасаған шығар. Мен заттарыма тесіп. Гүлім, келші. Не болды? Мен сендерге бір нәрсе айтайын дегем. Сендерден кешірім сұрайын дегем. Әрине кешіремін. Бұны жеместен бұрын Айзерені күтейік. Оны несіне күтеміз? Жеберек. Не болды? Жеберек та дейін. Күтейік келетін шығар. Ой, көп күтіп қалыңдар ма? Да, неге тез келмейсің? Бұның бәрі бізге ма? Сендерден кешірім сұрайын дегем. Әрине кешіреміз. Енді біз доспыз ба? Доспыз да. Жекенді. Дәндекен. Енді қызды мен сіздерге бір нәрсе айтайын дегем. Мен осы жерден кетем. Яғни осы жатақханадан. Неге? Сол. Мен ата-анамен бәрімен келісіп қойдым. Оның үстіне бұл жерге де жақпаймын. Шынымен ба? Ой, кетсе кете берсінші, өтірік айтып жатқан шығар. Жоқ, мен шын айтып жатырмын. Қазір заттарымды жинап кетемін. Саған бар шындықты айтайын негізі. Мен сенің заттарыңды бәрін жерге лақтырып тастадым. Білем, бірақ сонда да кету керек. Өтінем, кешірші. Кешірші бізді. Біз саған келмей жатып. Кешірші. Жоқ, мен ата-анамен бәрін келісіп қойдым. Ата-әжеммен де. Ауылды сағындым. Ауылыма кетуім керек.
Оқу жағын ауылдан оқырмын. Өтінем. Сау болыңдар, өздеріңіз іше беріңдер. Айтпақшы, мынау сендерге естелікке. Сау болыңдар. Құшақтасып алайықшы. Мен де құшақтасып алайыншы. Сау болыңдар. Ой, қызым жүр. Не болды? Кетті. Ендеше біздің сериямыз аяқталды. Егер ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бізде бұл серия аяқталды. Всем пока.